Бізде білім беру процесі ол жан-жақты процесс. Білім беру процесіне бір тараптан ата-ана қатысады, бір тараптан ұстаздар және мектеп қатысады, бір тараптан қоғам қатысады. Ата-ана тарапынан қазіргі таңдағы мектепте тек қана талап. Менің балама осындай баға керек. Менің балама ешкім сөйлемесін. Менің балам жаңағыдай басқадан кем болмасын. Тек қана талап. Бірақ ата-ананың жауапкершілігі мәселесі біз әлі де қоғам болып, педагогикалық қауымдастық болып шешетін мәселелеріміздің бірі. Және бұл пандемия кезеңінде өзінің шын мәнінде көрінісін көрсетті. Екінші мәселе қоғам. Қоғам деген кезде біздің әлеуметтік қазіргі таңдағы гаджеттеріміз бар, YouTube каналдарымыз бар. Бұның барлығы балаларға қолжетімді болды. Бұрынғы пандемияға дейінгі кезеңде балалар соншалықты әлеуметтік желілерге